Міне достар, біз енді бірінші құпиядан бастайық. Бірінші құпия мынандай. Онда сізден осындай лаваға секірсеңіз, қараңыздар қазір не болады. Оған обязательно биіктен секіру керек. Қараңыздар, суға түсесіз сразу. Ол осындай күшті қалайды? Мынандай лаваның астында суды жасау үшін бізден осындай любой тереңдіктегі шұңқыр қазамыз. Мен деген мысалы 3 блок тереңдік. Мен сосын ең астына су құйып аламыз. Сосын бұлай табличкалар доса қойып шығамыз да. Ой, ё-моё. Мен қайда басқа жер құйып жібердім. Қазір оны өшіре салайын. Енді біз мына жерді істейміз. Болды, дайын. Мына жер. Ал енді біз секіреміз, қараңыздар. Ой, қараңыздар. Секіргенде сіз деген анандай қалайды? Өлмейсіздер. Мысалы, қазір мен сіздерге көрсетейін. Выживаниеде. Қазір выживаниеде сіздерге көрсетейін. Ойбай. Мен көрсетіп үлгермей қалдым сіздерге қазір. Творческийге кірейін да. Бұлай мынандай команда жазылса болады, қараңыздар. Game mode 0. Міне, сіз өлмейсіз. Тек қана 3 хп азаяды. Міне, осындай. Сіз өздерің карталарыңызға жасасаңыздар болады осын. Тағы да мынандай бір құпия, қараңыздар. Мына рамка үлкен, ал мынау кішкентай. Осындай үлкен және кішкентай рамкаларды қалай жасау керек екенін сіздерге қазір көрсетейін. Бізге үшін карта керек, және осындай рамкалар, любой рамка. Сосын бізден карта жасаймыз, міне. Міне осындай карта. Негізі олардың арттарында карта тұр. Содан кейін олар үлкейіп кеткен. Онда бізден бұлай тағы да қойсақ, қараңыздар. Міне бізде де ол үлкейіп тұрады. Онда біз кәдімгі рамкаларды просто қоя салсақ, оларда ештеңке болмайды. Міне осындай бір күшті құпия. Мен осы заттарды салып қойын қазір. Міне тағы да бір құпия. Ол үлкен рамка. Просто үлкен рамка. Ондай жасау үшін сізге деген осындай картаны түрі керек. Ол заблокированный карта деп аталады. Біз деген просто карта, әйнек және картограф аламыз. Бізден қоя салайық, өткен бізде бар. Сосын біз бұлай сразу жасаймыз да, оны қарамаймыз. Біз осылай істейміз да, ол бізге ден тез жасау керек ондай. Қазір осылай, бұлай. Міне, көрінбейтін, пустой карта шығады, бірақ қарауға болады. Сосын біз қалайды мынандай алу керек бізге. Бір стена керек бізге. Сосын оған осындай пустой картаны салып жүреміз. Просто пустой. Міне, сол кезде ол үлкен болады. Оны айналдырса алады, бірақ ол карта бәрі көрінбейді. Ал онда біз деген бұлай жасасақ, қараңыздар. Онда біз бұлай жасасақ, осы картада загружаться етсе бұлай. Сосын біз осылай жасап алсақ оны, бізде осындай карта шығады. Бұл деген көрінеді, бірақ оның ерекшелігі, енді сіз ол картаны өзгерте алмайсыз. Ол же заблокированный карта. Міне. Сосын оны стенаға қойып қойсаңыз, ол вообще өзгермейді. Міне. Мына жер салып қойық ол заттарды. Болды. Енді келесі құпия. Бұл бізде 4-ші құпия. Бұл жерде бізде секретный блок. Оның аты неизвестный деп аталады. Оның шын аты жоқ. Бірақ ол топыраққа алсайды, сыртында апдейт деп тұрған. Апдейт деп обновление беріп жүрсіз. Міне, онда оны алу үшін бізге мынандай команда жазу керек. Set block unknown. Біз қараңыздар. Қазір мына жер осылай жазамыз сол команданы. Міне, set block unknown. Міне осындай команда.
сосын бізде осындай секретный блок шығады. Ал оны кәдімгідей былай қолға алу үшін сізге былай істеу керек. Бізде выживание кіреміз, міне, выживание қылып аламыз. Сосын просто киркамен, бір удармен бұза саламыз. Өйткені ол өте қалай еді? Нәзік блок. Он тастың дауысы шығады одан. Ал жарайды. Онда келесі құпияға өтейік. Келесі құпия осындай. Бір-бірінің үстіне отырып алған мобтарды тез шығарады. Біз қазір мыналарды өлтіріп алайық. Мен бұл команданың ішіне kill собачка е деген команда жазын. Біз осындай отбросты жасаймыз. Міне, осындай зомби шөлдалады жүрсін. Сосын біз мынандай команда жазамыз ішіне. Қараңыздар. Write собачка е type ten husk summon write husk. Міне. Немесе оны просто чатқа жазса команда блок емес. Ал команда блокты алу үшін бізге мынандай команда жазу керек. Міне. Give собачка е command. Ойбай. Осылай жазып алу керек. Command блок. Ойбай. Міне. Команда блокты осылай арамыз. Сосын оның ішіне мына команданы жазасаса болады. Сосын біз бұны алып тастайық. Енді осы рычагты бассақ, оның үстіне осындай пайда болады, қараңыздар. Ал онда оған тағы да бассақ, міне осылай. Ол осылай тағы да кәдімгі зомбиларға жасаса болады. Кәдімгі зомбилардың ерекшелігі оларды шексіз бір-бірінің үстіне отыра береді. Ал оларда олай шықпайды, өкінішке орай. Міне. Сосын осындай жасаса болады. Ал тағы да бізде зомбиларға жасаса болады. Қазір мен сіздерге көрсетейін зомбиларға қалай жасалатынын. Біз мына ішіндегі команданы өзгертеміз. Қараңыздар. Зомби деген. Ойбай, зомби. Сосын осыны өзгерткеннен соң біз summon write зомби деп жазамыз тағы да. Зомби. Сосын біз нағады өлтіреміз. Өткен олар керек емес. Енді біз зомбині шығарамыз. Міне, тұра тұрыңыз. Бізге деген өртенбейтін зеле керек. Әті оларды өртеніп кетеді. Міне, осындай аламызда оранжевысын аламыз. Оранжевысын. Сосын бұлай істейміз. Мына лақтыра саламыз оған. И сосын тұра тұрыңыз. Бұл жер бұлай да істесе болады. Осылай. Міне осылай істесе болады. Міне осылай лақтырып жіберейік. Оларда да бұлай істелмейтін. Зато оларда да отырады. Міне осындай күшті зат. Қазір бізден осыны өшіріп алайық. Ал біз қалай мынандай сүт ішіп алайық. Сосын ол эффект кетеді. Міне болды. Енді біз осындай 6-шы құпияға да келдік. 6-шы құпияда енді бізде 2 секретный моб бар. Бұл агент деген моб және NPC. Міне осындай 2 моб. Мынау NPC деген осындай житель шығарады. Оны скин ауыстырса болады. Және оның ішіне диалог жазса болады. Міне. Ал мына жерге командалар жазса болады. Ал мынау агент ол өкінішке шықпайды. Білмеймін неге. Сосын оны салып қояйық қазір. Енді оны қалай алатынын сіздерге көрсетейін. Бізге NPC-ні алу үшін біз осындай команданы жазып алу керек. Міне, бұлай чатқа жазамыз. Ойбай. Give собачка P spawn egg 51. Сосын бізге осындай моб шығады. Міне. Енді мына 2-ші мобты қалай алу екенін сіздерге көрсетейін. Ол үшін бізге мынандай команда жазу керек. Қазір көрсетейін. Міне мынандай команда жазу керек. Қараңыздар. Сосын біз осы команданы жазып алғаннан соң
оны чатқа жазамыз. Give собачка P spawn egg 1.56. Сосын бізде осындай көрінбейтін бір түрлі моб шығады. Міне, осындай. Енді біз келесі құпияға көшейік. Келесі құпия ол секретный режим игры. Бұл ойында секретный режим игры добавить еткен. Біз онда game mode, міне осындай команда жазамыз. Сосын спектатор деп жазамыз. Спектатор. Сосын бізде осындай компьютерный версиялардағы анандай режим наблюдателя қосылады. Он секретный телефонный режимға қосқан. Не осылай. Сіз наблюдательсіз. Ал ол былай көрінеді, қазір көрсетейін. Не. Сіз типа көрініп тұрсыз, бірақ басқа адамдарға көрінбейсіз. Міне осындай. Осылай жүресіз. Және осы режимді оны осы настройкадан қосамайсыз. Ол да просто пуст. Қараңыз, жазуы жоқ режим болып көрінеді. Оны қосамайсыз. Міне, қазір мен оны өшіріп алайын. Міне, осылай өшіре саласыз. Қазір мен камерамды дұрыстай салайын. Болды. Не? Осындай күшті бір видео болды. Сіздерге видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп, комментарий жазып кетіңіздер. Және осы бүкіл құпияларды сіздер де тексеріп көрсеңіздер де болады. Онда сау болыңыздар достар.